Баршаңызға қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Бүгін өз қолымызбен 3 есе арзан шығатын нутелла дайындайтын боламыз. Өте дәмді шығады. Жасап көріңіздер менімен бірге. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Бірінші блендердің ыдысына сүт құйдым, оның үстіне шекер салдым. Және 4 ас қасық какао салдым. Енді блендермен жақсылап езіп араластырып аламыз. Мөлшерінің барлығын описание бөліміне қалдырамын. Ең соңында сұйық майды осылай бөліп құйып араластырып отырып құю керек. Барлығын бірден құйып тастауға болмайды. Осы рецепт сіздерге ұнап жатқан болса, төменде тұрған поделицаны басып, WhatsApp желісіне таратуларыңызды сұраймын. Жоғарыдағы подсказканы немесе описание бөлімінде менің осы уақытқа дейін дайындаған түрлі рецепттерім бар. Сол сілтеме арқылы кіріп, рецепттерімді көріп, менімен бірге дайындап көріңіздер. Міне сұйық майдың барлығын құйып араластырып болдым, бірақ менде сұйық болғандықтан мен тағы да какао қостым. Міне енді қоюлана бастады. Менде әр 2-3 күн сайын жаңа рецепт шығып тұрады. Сондықтан каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Езілген орех қоссаңыздар да болады. Менде үйде орех болмағандықтан қоспадым. Видеода көріп отқандағыңыздай қою шоколадты нутелламыз дайын болды. Дәмінде де ешқандай айырмашылық жоқ. Тура осылай жасаңыздар, балаларыңызға өте қатты ұнайды. Міне мен нанға жағып көрсетіп жатырмын сіздерге. Жаққанға да түрі де, дәмі де барлығы өте керемет болып шықты. Және бағасы да 3 есе арзан. Таңғы асқа балалар сабаққа кетерде осылай нанға жағып берсеңіздер өте тойымды және дәмді. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен бірге болған Гүлнұр Темировна.